мамандыктарыңыз тууралуу кыскача айтып кетсеңиздер. Мен мамандыгым ағаш уста. Неше түрлі нелер жасаймыз. Есік жөндейміз, парталарды жөндейміз, тақталарды жөндейміз. Кербіз ағаш сүргілейміз. Пилалармен ағаш кесеміз. Менің мамандығым электрик. Менің жұмысым негізгі мектептегі электр қуатын жүйесін соны тексеру, бұзылған жерлерін жөндеу, қай жердің нелері, светтері, күлшәтілері нелері қайсы құрады, соны жөндеп, соларды қадағалап жүремін. Осы мамандыкка түсүүңүзгө бирөө себепчи болды ма? Мен мамандығыма ешкім себепші болған жоқ. Өзім таңдап, соны барып оқып келдім. Мен әскер қатарында жүрген кезде, сояқта электрик керек болды да, сояқта электриктің курсын бітіріп, содан кейін электрик болып кеттім. Сұхбаттарыңызға рахмет. Ағаш уста мамандығын таңдау бір себебі ода тапқырлық, аналитикалық ойлау және артық жұмыс істеуге дайын болу құпталады. Электрик жұмысының 10 аспектілерінің бірі бұл жоғары сұраныс және қалада немесе елде кез келген кәсіпорында жұмыс табу мүмкіндігі. Осы мамандықтарды таңдауға бәрін шақырамын.